Ассалаумағалейкум, менің есімім Самархан Нұрдәулетұлы. Мұта Қазақстан Инста парақшасының және 234 кезет YouTube каналының жүргізушісі боламын. Бізде бүгінгі таныстырылымда Сәния мотоциклі. Сәния көк түсті 175 күп халықаралық бренд біздің Сәния мотоциклі. Бұл жалпылық біздегі дизайн. Қымбат Багати көріністегі біздің 175 күп C28 модель. Дугалары бұның хром мықты темірлерден, қалың жай темірге оқсамайды. Сосын кейін мотордың астында защита бар. Тас соққаннан, жана ұра жыралардан қорғайды бұл. Сосын бензиннің крайниктері міне бензинді тазарту арқылы жібереді. Мына жерде мысалы мусорлар осы жерде сақталады. Сосын моторлардың бәрінде міне ою жазылған. Сәния көк түспен 200, мына жерде 175 күп. Мына жерде мынау жанағы шынжырдың сыртын қорғайтын скорс тұратын жанағы не бар. Мына үстіндегі болса, бұл Сәния компаниясының логотипі. Бұл барлық Сәния мотоциклдерінде жүреді, және Сәния өндіретін техникаларда жүреді бұл логотип. Сосын кейін мына жерде міне Сәния деп ойылып жазған. Ал мына жанағы клапан нелер теңшейтін міне штанговый мотор. Штанговый моторларда бұл болады. Ал мына карбюраторға мынадарды айтқанбыз және енді карбюратор бұның жапондық карбюратор. Карбюратор ана жерде. Енді оны айырым фотосын көрсете салам мына жерге. Сосын кейін мынау мотордың охлаждениесі. Бұны көп кісілер түсінбейді, не бұл деп. Бұл жаңағы мотордың өміршеңдік күшін ұзартуға, жаңағы мотордың іші анау темірлері өте қарайып, таттанып, қатты кірбеп кетпеу үшін, ысқа неге дұрыс жұмыс жасамай қалмау үшін осы нәрсе қойылады. Бұның да ролы зор. Одан кейін бұл ауаны ластамайды жаңағы. Мысалы қазір кезде ауа ластаудың өзі бір үлкен халықаралық деңгейдегі проблема, жаңа адамзатқа ол өте қасірет. Қазір сондықтан Тесланың шығып атқаны, жаңа электр нелердің қаптап атқаны сол. Бұл да Сәнияда қазір электр деңгейде көшіп жатыр. Бұның электр мафеттері жаңа тағы да бұл халықаралық деңгейде көш бастап тұр. Алдына келеміз міне. Мына қарасаңыздар темір, бұл крылолары. Қазақша айтсақ бұл балшыққағар темір. Ал мынау жаңағы біздің тепе-теңдікті сақтайтын амортизатор, орысша айтқанда. Қазақша айтқанда бұл жаңағы жұмсақ жүруге арналған жұмсақтық таяқша деп айтуға болады қазақша. Сосын кейін алдыңғы парлары міне диод бар. Диод бұл үстіге астыға жанады. Сосын айналасын қоршаған тағы диод парлар бар. Бұның ар жағы кәдімгі механизм. Кәдімгі арт жағында үлкен не бар. Осы функцияларды атқаратын қымбат шырақтың құрылысы бар, іш құрылысы бар, ашқазаны, жүрегі бар, оны көрсетіп кетеміз сіздерге. Сосын кейін мынау оңға солға бұрылу шырақтары, бұны поворот емес, бұл бұрылу шырақ. Өз тіліміз бар, өз тілімізбен айтайық. Оңға солға бұрылу шырақтардың бәрі диод. Сосын міне қолды қорғайтын жаңағы қорғаныштар, қорғаныш темір. Алдыда багажник, мына жерде кішігірім багажник орналастырған. Енді бұған үлкен нәрселер қоюға болмайды. Жығыластар, сүнелестер, ол түсінікті. 3 килограмм, 4 килограмм. Негізі бұл 3 килограмм, 4 килограмм емес, 10 килограмм, 30 килограммға дейін көтереді. Бірақ 30 килограмм тиетін болсаңыз, тепе-теңдіктен айырыласыз, жығыласыз. Сосын кейін айналарын әкелейік. Айналары мықты пластмастан жасалған. Мынаның ортасы темір. Мына айнаның қайта-қайта жылжып кетпеу үшін мықты ойластырылған. Сәнияның өзінің айналары. Мыналарда кәдімгі сапалы неден жасалған. Көп жылға шыдасып береді.
бирөөдө майсаат сынат, морд, карындаш сыяктуу сынатындар болот, жана адына развой мотоциклдерде. Буларда ондай жок. Сосын суу өткөзбөйтүн нелери мына жерде бунун нелери болот, жана тростар болот. Тростар чиртип кетпөө үчүн мындай резинке коюлган. Читогу кымбат читок. Кымбат жакшы читок. Сәл-пәл чаң баскан, сону түртүп атам. Мына жерде жанагы нелерди көрсөтөт. Скорс көрсөтөт. Скорс казакча не деймиз? Өздөрүңүз айта кетесиздер видеода. Казакча коюп берейик алардын атын. Кәдимгидей түсөт. 2, 3, 4, 5. Айналмалы скорс. Нейтралкага чыгуу. Скорстан босатуу. Жасыл жанат. Ал эми мына жактагы чырактар міне. Оңга, солга жасыл болуп жанат міне. Енді жанагы мына жалтылдак аваринка. Мына жерде кнопкалар таныстырып өтөйүн. Мына эмне чыракты алдыга жанагы тике алдыга түшүрүү, сосын жерге түшүрүү. Мына кнопканын ролу. Мына жакта эмне чырак, ортосуна коюуга болот. Ортосуна койгон кезде эмне мына четке айнала жанат эмне. Мына эки чети жанат. Ал энди толук жаккан кезде ортосундагы жанат. Сосын кийин эмне төмен, жогары, төмен, жогары. Чырактын ролу осулай. Енді мына жерде кнопкаларга келейик. Мына кнопка поворотник. Оң жакты жансаңыз міне оң жак жанат, мына жак жанат, міне алдаты диод. Диод чырак азыркы кезде хит модель. Токка үнөмдүү, сосын кийин богатый көрүнөт, кымбат көрүнөт. Міне арткы, алды жанат. Енді мынау оң жак поворотник міне. Сосын кийин мына жак сигнал, енді жанагы сигналдын бейнеси белгиленген. Мына кнопка, мынаны айттык. Енді мынау пасос. Пасос жана карбюраторга майды көбүрөөк жиберүү үчүн. Мисалы кээде суук кездерде от алмай калган кезде бунун ролу бар. Сосын мына кнопка. Мынау жанагы чогул жагдайда мисалы чыракты басып үлгүрө бермейбиз го, мисалы машина алдыңыздан катты келип калды түндөрдө мисалы. Көз көрмөй бара жатса, эмне булай эскертүү берүүгө болот. Алдыңгы чыракка жиберчи. Булай эскертүү жасауга болот эмне. Чырагыңды төмөн түсүр немесе өз жолуңа жүр дегендей эскертүү белгиси, аваринка деймиз ба сондай. Ал енді колумуздун оң жагы кызыл кнопка. Bunun rolu мотоциклді сөндіру және қосу. Төмен тұрған кезде мотоциклді қосуға болады. Мынау енді шырақ, ортасына несіне айтып кеттім. Астындағысы статор. Осылай оталдыруға болады. Мынамен былай сөндіруге болады. Сосын кейін мынау енді май беретін, газ беретін. Мына жақтарын түсіндірдік. Мынау бізде жаңағы жығылған жағдайда ура-жырадан атып кеткен кезде бас тиетін болса, соны қорғайтын
былайша айтканда мотоциклдин айырбаг деп койсам калжың, эми одан Кудай сактасын, айырбаг эмес бул. Бирок жана басыңызды мына читокко согуп, мурунду жарылаудан сактоо үчүн. Және мына эки рол, мынау оң сол жагына жыгылатын болсо, бул ролдун мына жагынан күч түскөн кезде мына рол кабысып калат. Мына ортодагы мына болмаса кабысып калат. Бунун ортасы темир темир. Ролдун мачып кетпеш үчүн өтө маңыздуу мотоцикл алганда осуну ойлоштуруу керек. Ал мына жерде щитоктор жаңы айттым, мына кылтчык, кылт бул. Мындай эки кылты болот. Сосын кийин щитокто Сания деген жазуу болот. Логотипи және Сания деген жазуу болот. Сосын щитоктун ичинде эле бар Сания деген жазуу болот. Мына жерде километрлер 00 болуп турат, новый мотоциклдерде 00. Ал мына жерлер кейде 8-1 болуп турат. Ол жанагы бизге жиберген кезде бул мотоциклди обязательно текшереді, міндетті түрде текшерип жибереді, бизге бирок жибермейди. Ал сосын кийин мотор мына жагында, мына жана свища. Биздин оригинал Санияларда мына жерде жазылып турат Сания деп моторларында. Сосын тагы да мына жакта логотип турат. Сосын кийин тепки менен тебип оталдырууга болот, барда тепки болот. Жанагы аккумулятор өлүп калган жагдайда тебип оталдырууга болот. Ал мынау болотун болсо, арткы тормоз. Ал мыналар аяк койгуч, резинке, жакшы качествосы бар. Адима резинкеден орналаштырган. Тез жыртылып кетпейт. Одан кийин көп убакытка чыдашып берет, тез түсүп калмайды булар. Кээ бирөөсүндө боп-боз мына салгандын өзүндө биз кәдимгидей күч чыгарып саласың. Кәдимгидей 10-20 мүнөт айланасың мына салганда. Ал ондай мотоциклдерге түшпөйдү бул. Ал одноразовый мотоциклдерде буну 1 мүнөттө саласың буну. Олар жыртылат, түсөт, сөгүлөт. Бул күчтел, хром темирден. Дыбысы ондай катты болмайт, баса ортпайтын күчтел. Сосын кийин жана мотордун гомурун узартууга жанагы мотордун дыбысын сыгып тастамайт. Мотордун дыбысын төмөн дарежеде устап, моторго кысым келтирмейт. Арт жагында мындай. Арт жакка кел. 4 түтүк эмес, 1 түтүк. Бирок кеңдүү түтүгү. Түтүгү кеңдүү. Сосын багажниктер bizde, жүк салгычтар. Аяк койгуч, жүк салгыч, хром темирлер мыкты. Мына жерде 2 темир карастырылган, ортасында 2 темир, кээ бирөөсүндө 1 узун сызык болот. Бизде 2 булай тигинен. Сосын жүктү жакшы көтөрүү үчүн жана су тартканда, сосын кийин башкалай ауыр жүк арткан кезде, жем арткан кезде мына сынып кетпеш үчүн, мыкты көтөрүү үчүн мына жерде мындай темир түскөн Мындай темир бар. Сосын арткы жумсак таякчаны таныстырып кетейин. Жумсартуу таякчасы. Эки катарлуу неден орналаштырган. 2 катарлуу поржина бар. Кыркар темир бар. 2 катарлуу кыркар темирден орналаштырган. Жумсарткыч. Жумсарткыч Саниянын өзү өндүргөн. Сапасы өтө керемет. Сосын кийин арт жагы мисалы. Буну бир жерге мисалы койгон кезде жана өзүңүздүн складка коясыз или корага коясыз, сол кезде артка чегингенде мынадарды сындырып кетпөө үчүн. Және мына темир көп жүргөн кезде, ойл шуңкурдан өткөн кезде мына багажниктер салдырлап, анау мына жерден чирийди, мисалы билесиздер, анау жок болсо, мына темир жок болсо, мына жерден кыйылып түсүп калат. Өзүм мотоцикл минип көргөм, сондуктан билем бул калай сынат. Мына темирдин ролу зор. Мынау болмаса мотоциклди вообще алмай коюу керек. Мына темир жок болсо алмай коюу керек. Өйткөнү багажниктердин баары чачылат, мотоциклдин жанагы көрүнүшүнө әсер этет. Одан кийин жүгүңүздү сиз бир жерге туруп жеткизе алмайсыз. Биздин жанагы орундук Сания деген бар. Сания жазуу жазылган. Компаниянын аты. Сосын мына сыяктуу өрнөктөр салынган, адеми.
әдемі өрнектер салынған. Кожа бұл. Ондай қатты тез жұмсарып кететін емес. Басқаның өзі кәдімгі күшпен басып тұрмын. Тез жұмсарып кететіндерде, мысалы белі түсіп кетеді, бір арықтаған мал сияқты. Мал болып кетеді ғой. Прикол, әрине мотоцикл мал болмайды ғой. Мынау артқы жүк салғыш. Мына темірлердің бәрінің сапасы ұқсас. Содан кейін бізде жаңағы шырақты қорғайтын қорғаныш темірі тағы бар мына жерде. Мыналар енді пластмастан. Бұны темірден салып тастаса көрінбей қалады. Мынау да пластмас, мыналардың бәрі пластмас. Бірақ диод. Тоқты көп жемейтін, сосын сәнді көрінетін, ғұмыры ұзақ шыдасып беретін диод барлар. Мына жерде Санияның логотиптері, жаңағы Сания компаниясының аты. Мына жерде міне Сания мотоцикл number 1 деген бар. Нөмірі бірінші сапа деген сөз. Әрине соған компания құлшынып жатыр, соған жұмыс жасап жатыр. Сосын арт жағын таныстыра кетейік. Мынау міне түндерде жүрген кезде шырақсыз жанып тұрады. Яғни сіздің өміріңізді қорғайтын. Мысалы, мыналар істемей қалуы мүмкін. Бұл төк, бұларда проблема болады. Бірақ мынау істемей қалуы мүмкін емес. Жаңа түндерде кетіп бара жатқанда, бір жолда көлік кетіп бара жататын көрсететін не. Көп кісілер біледі, артық тоқталмай ақ қояйық бұған. Пластмас, сосын балшық қағар. Тағы да Санияның логотипі, Сания деп жазылған, ойып жазылған кәдімгі, өте көркем. Ал мына жағында міне доңғалақ. Доңғалақ бізде 325. Кинда деген марка. Кинда деген. Үлкендігі 325. 18-де 325. Нелері кәдімгідей дәу үлкен. Покрашкасы 1-2 жылға шыдасып береді, өйткені мынаны мұжып біткенше сізге біраз уақыт кетеді ау. Бұрташтары өте үлкен. Құмға, тауға, тасқа арналған мотоциклдер бұл. Пазиындаға арналған мотоциклдер бұлар. Мал шаруашылыққа. Сосын мотордың септің шынжырдың қорғаныш темірі бар. Защита дейді, қорғаныш темір. Қорғайтын темірлері бар. Балшық жуытпайды, кір жуытпайды. Септің жақсы жұмыс істеуіне, ұзақ жұмыс жасауына осындай жаңағы септі қорғайтын бар. Ал мынау болса бізде скорсқа салатын. Айналмалы скорс бұнда. Алдыға баса бересіз. 5-тен кейін скорстан шығады. Нейтралкаға түседі. Мынаны таныстырып өттім сіздерге. Ал мынау жаңағы жанама тірегіш. Жанама тірегіші ұзын. Сосын орнықты тұру үшін, жаңа жерге кіріп кетпеу үшін, мына 4 бұрыш темірде үлкен орналастырылған. Жерге кіріп кетпес үшін бұл. Балшық болады, не болмаса чұңқыр болады, чым болады, саздауыт жер болады. Со жақтарды ойластырғанымыз. Ал үлкен тірегіш бәрі кәдімгі сапалы темірлерден жасалған. Темірдің де мысалы әр түрі болады. Темірдің бәрі темір бола бермейді. Заводтың качествосына байланысты, брендке байланысты. Мысалы Сания темірді қандай компаниялардан алады? Қытайда жаңағы ірі бестікке кіретін, темір өндіретін компаниялардан алады. Өйткені бұл 99 жылдан бері қарай жұмыс жасап келе жатқан, яғни 30 жылға таяу жұмыс жасап келе жатқан бренд. Тек қана бізде емес, Африка елдерінде, сонымен Индия, жаңағы бір қанша араб мемлекеттерде, бір қанша жаңағы мал шаруашылықпен айналысатын ірі мемлекеттерде жұмыс жасап жатыр. Аустралия деген ұлы құрлық қой. Сол құрлықта және Монғолияда Санияның филиалдары бар. Жылға 500 мың мотоцикл өндіреді, бірақ нарықты толық қамтамасыз етіп жатқан жоқ. Жетіспеушілік бар.
Өйткені 60 қанша мемлекетке экспорт шығарады бұл. Жақсы брендтердің бәрінің сапасы, бағасы жақсы болады. Өйткені арзан нәрсе сапалы болу екі талай ғой. Ал қымбат нәрсенің сапасыз болып қалу ол тазор, ұят жағдай. Сондықтан Сәния мотоцикліміз ең бастысы сапаға көңіл бөледі. Әрқандай бренд тек қана сапамен, тек қана сатылыммен бренд болады. Мен бренд болам деп бренд болу ол білмеймін, қиын шаруа. Неліктен біз Сәния саттық? Өйткені оның жаңа халықарадағы деңгейі, абыройы биік болған соң. Және компанияның жұмыс жасау режимі, жұмысқа деген жауапкершілік, өзінің клиенттеріне деген жауапкершілік күшті болғандықтан осы мотоциклді таңдап отырмыз. Күшті дизайн, күшті сапа, әрқашан нөмірі 1 деңгейде жұмыс жасау үшін біз Сәниямен жұмыс жасадық. Сонымен бүгінгі видео таныстырым сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнамай жатса енді комментарий жазасыздар, пікір жазасыздар. Біз өзгеруге әрқашан дайынбыз. Өйткені біздің жұмыс сіздердің проблеманы шешу. Біздің мақсатымыз сіздерге жақсы мотоцикл мінгізу. Біз тек қана Сәния емес, мықты брендтермен жұмыс жасаймыз. Қазақстанда нөмірі 1 болуға біз жұмыс жасаймыз. Бұл Мото Қазақстан Instagram парақшасы өздеріңіз айтып тұрғандай, тыңдап тұрғандай, Мото Қазақстан деген атақты алу бізге оңай соқпайды, оны таныту бізге тағы оңай соқпайды. Сондықтан жақсы сапа, жақсы жұмыс, жақсы жауапкершілік. Әрқашан бірге болайық. Келесі видеода сіздермен тағы да жақсы сөйлесуге, жақсы мотоцикл жайлы түсініктеріңізді ашуға мен жұмыс жасайтын боламын. Аман сау болыңыздар.